Қайырлы күн, достар! Бүгін біз сіздермен өте оңай әрі пайдалы руккола қосылған салат дайындаймыз. Асқабақтың үстіне балды жағып, розмарин дәмдеуішін себеміз. Қызылшаны фольгаға орап, асқабақпен бірге 1 сағат духовкада пісіреміз. Салатты жасауға кірісеміз. Рукколаны жуып, кептіріп, терең ыдысқа саламыз. Қызанақты екіге бөлеміз. Рукколамен қосып, үстіне 1 ас қасық зайтун майын, шай қасық лимон шырынын, шым-шым тұз қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Суытылған қызылшамызды турап, тарелкаға әдемілеп жаямыз. Үстіне руккола, қызанақ, асқабақ, ірімшікті қойып шығамыз. Үстінен бальзамик соусын құямыз. Біздің салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Рецепт ұнаса каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыз.